Үш нәрсе туралы ойлама. Кедейлік туралы ойлама. Уайымың көбейіп кетеді. Қайғы қасірет көргенсіздікке жетелейді. Саған зұлым еткен адам жайында ойлама. Жүрегің ызаға толады. Ыза мен кектің арасында өмір сүресің. Жалған дүние жөнінде ойлама. Мал дүние ісіне қызығып, өміріңді зая етесің. Және амал етуді кейінге қалдырасың. Бұрын адамдарда лас киім-кешек пен таза жүрек еді. Ал қазір таза киім және лас жүректер бар. Басыңнан ұшқан кезде баяныңыз, өкіндіріп жүрмесін баяғыңыз. Жұмаққа апарады деп ойлама, мешітке апармаған аяғыңыз. Жақсы адамның жақсылығын айтқын, мейірленсін. Бірақ жағымпазданып өтірік мақтама. Нашар адамның жамандығын бетіне бассаң да шала жаппа. Адамдардың жаман екенін, жақсы екенін ажыратушы мен емеспін. Өйткені өзім де солардың бірімін. Адам қапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүргеннің бәрі оныкі. Тән қалып, мал да қалып жан кеткенде, сонда ойла болады не сенікі. Сынағысы келген кісіге мін көп, өкпелегісі келген кісіге себеп көп. Заманауи мінез қазір орынсыз момын болуға да, орынсыз пысық болуға да, орынсыз ақылды болуға да болмайды. Таспен атқанды аспен ат, жеңесің. Содан кейін алшақ жүр, өкпелеме өш алма. Санасына бер, Аллаға тапсыр. Алла барлық нәрсенің мөлшерін белгілеп қойған. Барлық нәрсе өлшеулі. Тіпті сенің қиындықтарыңның да мөлшері бар. Үнемі басыңда тұра бермейді. Бір кезде ол да кетеді. Жаманмен жолдас болсаң, кесірі жұғар. Жақсымен жолдас болсаң, несібі жұғар. Аспандағы құстың ұшу жолын белгілеп қойған Алла бізді ешқашан шарасыз және жолсыз қалдырмайды. Әркім өз қара басын ойлайтын заманда шынайы жанашыр жанның табылуы үлкен сый. Өмір ғажап, ештеңесіз келіп, бәрі үшін күрестің. Ақырында бәрін тастап, ештеңесіз кетесің. Өмір өз сыры өзінде жатқан тылсым. Біреу біреуге ақыл айтатындай, өмірді әлі ешкім меңгеріп алған жоқ. Меңгере де алмайды. Себебі сіз де, біз де бұл өмірді бірінші рет сүріп жатырмыз. Адамға жасаған жақсылығың жарысқан жүйріктей өзіңе келеді. Ал жасаған жамандығың оқ болып қайта өзіңе тиеді. Адамды менсінбеу бұл үлкен оңбаған қасиеттердің бірі. Тоңған тонын мақтайды, адасқан жолын мақтайды. Өмірде әйелді қадірлеп, құрметтеп аялай білетін ер азаматтың жолы әрдайым ашық. Ақша демес, атақ та емес бақытың. Ең бірінші денсаулығың жақұтың. Өзіңді күт, әр күніңді бағала, өтіп жатқан қайта келмес уақытың. Сөз иесін табар. Жақсы адам ашық сөйлейді. Сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасық сөйлейді. Өзгелерді басып сөйлейді. Әдепті жылы сөйлейді. Әдепсіз былық сөйлейді. Өмір күрес, мәңгі екен деп дүниеге құнықпа. Әр минутты бақытыңдай ұлықта. Өмір күрес, жүре тұғын күлімдеп, қарапайым ережені ұмытпа. Құдай дүниені жылағанға емес, еңбектеніп қиындыққа шыдағанға береді. Бақ үміт ағашынан құлағанға емес, жоқтан барды құрағанға келеді. Ашу бауырды әлсіретеді, қайғы өкпені әлсіретеді. Мазасыздық
асқазанды әлсіретеді. Қорқыныш бүйректі әлсіретеді. Стресс ми мен жүректі әлсіретеді. Шайтанға тимес екен септігіңіз, сондықтан тура жолға бет бұрыңыз. Жалт-жұлт еткен уақытша қызықтарды тозақтың жарнамасы деп біліңіз. Анаңның қадірін біл аманында, күлкісі сейілмесін жанарында. Іздеме жұмағыңды өзгелерден, жұмақтың кілті анаңның табанында. Адам өзі жасаған үлкен күнәларын қапқа тығып жүреді. Өзгенің кішкентай күнәсін көрсе, қабырғаға іледі. Өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз, бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты, ана осал, мен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз. Сіздің ой біздің оймен бірікпейді. Шайқаңыз осы өмірді жүріп мейлі. Ойлаңыз арзан атақ сасығырыз, сіз өлгенде қайтадан тірілтпейді. Біреудің сөзіне сенгенше, өзіңнің көзіңе сен. Итпен жолдас болсаң, таяғыңды тастама. Әркім ақ шарап ішсе мас болады. Іштегі барлық сыры паш болады. Білімді ішсе наданның кейпін киіп, надан ішсе жасайды масқараны. Бір күні өлім келетінін мойындай білу керек. Мәңгілік көктемді армандауды доғарсаңыз, жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.